негізі бар ғой, мұсылманның алдына келген барлық проблема, егер ол оны проблема деп ойласа, оның барлығы жақсылық үшін келеді. Мен оны мысалмен айтайыншы. Біздің осы дінді ең алғашқы насихаттап, мысалы 2005-тен бастап осы насихаттап бастаған кезімізде қандай топ белең алды? Алла қайда деп сұрайтын топ белең алды. Бір нәрсе болса дәлел сұрайтын топ белең алды. Осы топтың Алла разы болсын ше сол кісілерге. Өте қарыздарымыз. Соның себебінен ұмытып бара жатқан кітаптарымызды жаттап алдық. Дәлелдерменен жаттап алдық. Соның арқасында көптеген имамдарымыз кітап оқыды. Кейбір имамдар кітап оқымайтын, уағыз айта беретін. Дәлелің бар ма дегені үшін дәлел іздейтін болды. Дәл сол сияқты ол топ кетіп, азайып, екінші топ келді қазір. Қазақсың ба, мұсылмансың ба деген топ келді. Бұл деген сөзге бұған да рахмет айтайық. Бұдан да жақсылық көреміз. Себебі мынау біздің жүрген тұрған жеріміздің тарихын білмесек болмайды. Өйткені осы тарихты біліп, содан сабақ алмасақ, біз өмірде тағы сол қателікті жасаймыз. Басымыз арылмайды ондай проблемадан. Ал біздің қазақтың басына қандай проблемалар келмеді, келді деп айтпай-ақ қояйын, келмеді. Кезінде осы қазақтың даласы осындай кішкентай болмаған. Қазір үлкен деп ойлайсыз ба? Жоқ. Үлкендігі батысы Дунайда, шығысы Моңғолстанда, солтүстігі Сібірде, оңтүстігі Үндістанда болған. Осы жер Дешті Қыпшақ бабаларымыздың жер еді. Бүкіл осындай елде бір ғана хат, Шағатай тіліменен хат жазысып, Абай атамыздың жазған тілімен хат жазысып тұрған осындай не деген құшақтасаң құшағың жетпейтін ел едік. Түрлі нәрселер келіп, біздің дұшпандарымыз басымызға шығып, шыққаны іш нәрсе емес, кешеге шейін қырып келді. Тіліміз шұбар. Өтірік дейіңізші, шұбар. Бір есі дұрыс мақалды, мәтелді айтайын десең түсінбейді. Баяғыда астарлап сөйлеу деген бол, ол түсінбейді қазір жастар. Халық түсінбейді. Бір нәрсені бір жаңа қағазға орап сөйлесең, бетіңе бадырайып қарап отыра береді. Жаңа ұқпайды. Біз тіптіше қазақтың символикасын, оюын оқи алмаймыз. Ана оюды бар ғой, мынау басымыздағы, мынау қазір шапандарда, оның бәрі сән үшін қояды. Оны біреуміз оқи алмаймыз. Ал негізі ол символдар. Оның бәрінде оның кім екендігі сословиесі тұрады. Біздің қазақта бір адам қамшы ұстаса, қамшысына қарап кім екенін біле беретін. Қалай ұстап тұрғанына қарай біле беретін. Кім қандай мәселемен келді, не қай жердің адамы бірден түсінетін. Қазір ондай жоқ. Біздің бабаларымыздан қалған көптеген дәстүрлердің мағыналарын бір адам білмейді. Ойынан келгенін жасап жатыр адамдар. Той томалақта ысырапкершілік, өз білермендік, сұмдық. Енді ана көрсең жиркеніп кетесің. Төкте шаш ысырап. Абай атамыз анау бекер мал шашпақ деп содан тыйып кетсе де біз соны шашып жатырмыз. Өлім жітімнің өзін дұрыс атқара алмаймыз. Жоқ нәрсені өлген адамға пайдалы қылып өткізудің орнына тірі адамның жағдайын жасаймыз. Өлі адам өлді, бірақ біз тірілерді сыйлаймыз сол жердегілерге. Тіпті құлпытастың жазуын жаза алмаймыз, білесіз ба? Құлпытастың жазуында қалай жазады? Сіз қазақтың сол көне құлпытастарына барып көрдіңіз ба өзіңіз? Бабаларымыз не жазған екен деп көрдіңіз ба ізденіп? Қызыққан да жоқпыз. Ал шын мәнінде оның ішінде сыр жатыр еді. Біздің қазір өліп қалған адамға не жазамыз? 4 бұрышты қалың мрамор тасты сатып алу керексің. Ол абырой. Сосын не жазу керексің? Фамилия, аты, жылы. Астына сәл не болсаң Құдай рақым қылсын дейсің, немесе сәл ақын немесе біреуді жалдасаң өлең жазасын.
бір шумақ. Сосын не жазамыз? Балаларына, ұл-қыздарынан не нәрсе ол? Сыйлық па? Ескерткіш? Кімге ескерткіш? Кім есіне түсіріп тұра ма? Сонда өлген адам бүйтіп альбомды ақтарып, мына ұлдар маған не бол ескерткіш? Нені береді? Біздің қазақ ескерткіш дегенді қойған ба өз? Кімге қойды ескерткішті? Ол кеше сәбеттен келген дүние ғой ескерткіш деген. Ол бір тұлғаларға, сондайға қойылады. Біз өлген адам бәрін ескерткіш қоя береміз ба? Ол біреуге сабақ болу үшін қойылады ғой, мынау бізден кейінгі ұрпақ көріп, мынау осындай адам болған екен, осындай шайқас болған екен, мынау сол шайқастағы құрбандарға арналған, немесе осындайға арналған. Ол ескерткіш деген еске түсіреді. Яғни тарихымызды ұмытпайық. Енді ана өліп қалды. Онда ескерткіш ол анаған емес, бізге ма? Сол өлген адамнан бізге ескерткіш па? Онда неге ұл-қыздарынан дейміз? Өзіңнен өзіңе ескерткіш па? Мағына жоқ қой. Оны орыс халқы жазады. Оны да венокқа жазады. Сыйлық ретінде. От жены, от сына, от дочери деп жазады. Тіпті орыстардың өзі оны мазақтайды. Мына жігіт неден өлді десе, ана өлтірген адамдар жазып тұр ғой дейді. Кім өлтіргенін жазып қойған ғой өздері дейді. Мысалда, оның өзінің әбестік екенін айтады. Біздің қазақтың құлыптасында ондай сөз жоқ, ұлдарынан, қыздарынан деген. Бәлки не жазылған? Әлгі кісінің аты, руының бөлімшесі бәрі жазылады. Жылдар жазылады да, бір Құран жазылады, сосын оюлар қойылады. Бізде ою қоямыз, бірақ оюды түсінесіз ба? Бір символика бар ма, мағына бар ма? Жоқ. Көзіңізге қайсысы ұнайды, соны қоя саласыз. Әттең ол оюға әйелдер жолатылмайды қазірше. Қорқады ғой, құлыптасқа онша бара бермейді әйелдер. Барса, білмеймін, ананың бәрі фантазия болар еді ғой, тырнағын қалай бояйды, соны бояйтын еді ананы. Ал бізде қазақта ол ою сол жердегі адамның сословиясын білдіретін. Бай болса бір белгі тұрады. Және ол қандай бай? Қара малдың байы ма, төрт түлік? Жоқ, қызыл менен алтыннан байыған адам ба, оған арқар мүйіз қояды. Анаған қошқар мүйіз қояды. Ғалым адам болса күн қояды. Пір болса жұлдыз қояды. Жанына осындай кітап белгілер қояды. Бізде не істейміз? Бізде ондай нәрсені оқи да алмаймыз. Осының бәрінен айырылып қалдық, білесіз ба? Бәрінен. Тіпті бабаларымыздың құлыптасын оқи алмаймыз. Абайдың кітабын оқи алмаймыз. Дәстүр жоқ, тіл жоқ, тарих ұмыт. Бір адам өзінің тарихын айтып бере алмайды. Жөндеп. Енді кім біз? Ертең кім боламыз? Ұрпаққа не тастайсыз? Шүршіт болып кетеміз ба? Дүбәра болып? Қазіргі жастар тіпті руын білмейді. Мен рушылдыққа шақырмаймын. Ол қыз алу, қыз беруде дұрыс та, қанның тазалығында дұрыс. Біз керісінше рушылдық бір-біріміздің көзімізді шұқимыз. Үлкейіп ағасын. Балдарымыз білмейді руын кім екенін. Ал өсіп ағаннан кейін бір-бірінің көзін шұқуға арналған нәрсе болады. Сен кімсің, пәленшесің, ондай болса, мәсаған деп көзін шұқып аламыз. Орнымен пайдаланбаймыз. Алла тағала бізге осының бәрін сабаққа шығарды. Мысалы, бір мысал айтайыншы. Мен әдейі айтамын, 20-шы ғасыр, осы кешегі 20-шы ғасырдың менің ұстазым айтады. Сол 20-шы ғасырдың басында білім алды сол кісі. 93-ші жылы дүниеден өтті. Сол кісінің аузынан естігенмін мен. Ташкеннің өзбегі сол кісі айтады. Мен дейді, 30-шы жылдары қазақтар аштықтан қашып келіп, біздің елге келіп өлгенін көргенмін дейді. Бағзалда адамдар соларды тасып көме алмай жатқанынан
үлкен ор қазып, ол жерде біреуінің фамилиясы жоқ, түсінесіз ба? Сол жерленген адамдардың аттарының біреуінің аты бізге жоқ қазір. Сол адамдар артында сұрауы жоқ қалды, түсінесіз ба? Не бір жанұялар. Мен сол қазақтардың дейді, сенің бабаларыңның үстінен жүргенмін дейді, басқа жер баса алмай. Ол мақтанышын емес, көзіне жас алып айтады, сен соның қалған ұрпағысың ғой дейді. Сен дініңді үйренбесең болмайды дейді. Сөйтіп айтатын. Кәдімгі 20-шы жылдан 40-шы жылдың аралығында қазақтың 60% өлтірілді. 6% емес. Бір халықтың 60%. Енді тарихты оқымауымыз керек па? Осыны бізге сабақ қылмауымыз керек па? Мен бұл біреуге қастандық жасайық, кек алайық деп емес. Кешіріңіз, егер сөйтіп түсінсеңіз тағы қатесіз. Сабақ алайық. Осыны болдырмауымыз керек, қайтсек. Сол үшін ұмытылып бара жатқанымыздың бәрін оқиық, үйренейік. Дәстүрімізді мысалы кім білгенін істеп жатыр. Неге? Өйткені біз білмегеніміз үшін. Мен сол үшін айтам. Егер сондай бір адамдар сондай қазақылық туралы сөз қозғап жатса, қазақтың дәстүрін тарс етіп орнына қойып тастасаңыз, сіздің алдыңызда аузын ашпайтын болады келесі жол. Тыныш, замогында жабылған күйі тыныш кететін болады. Саған дәстүр керек па? Болды, ке. Не туралы сұрайсың? Былай, мынау былай болған, мынау былай болған. Оның мәні былай, сабағы былай, өмірге берері былай. Мәсаған деп айтып бермейміз ба? Неге бұл енді дәстүрдің орнын айтайыншы? Дәстүрдің орны. Біріншіден, шариғатта оның орны бар, одан үкім алынады. Екіншіден, дәстүр деген қайдан шыққан нәрсе ол? Сосын біздің өмірімізге не береді? Дәстүр дегеніміз бір дүйім ел өзінің тұрған жеріне қарай табиғаты, саясаты, жандағы түрлі басынан өткерген уақиға мен тарихтары өзінің ғылым біліміне сай өмірде түйгенін дәстүр дейміз. Өмірде түйесіз ғой, жаңа білгеніңді түйесін. Қазақта сөз бар. Көп жасағаннан сұрама дейді, көпті көргеннен сұра дейді. Көпті көргеннен сұрама дейді, көкейіне түйгеннен сұра деп айтады. Сол түйіндінің барлығын дәстүр дейміз. Яғни өмірдің бүкіл азабы менен қуанышын, қайғысын бәрін көріп өмірде түйе береді. Былай қылсаң мынандай болады, мынандай қылсаң мынандай болады. Сыпырғыны үйтіп қоюға болмайды, беліңді таянуға болмайды, ананы бүйтуге болмайды, қамшыны бүйтіп ілуге болмайды, ана болмайды. Неге? Бізге жетпеді ғой ол нәрсе. Бірақ ол бір нәрсенің символы, ол бір нәрсені білдіретіндігі үшін сондай болмайды. Сен соны істедің ба, сен соны білдіріп тұрсың. Анау келген адам соны түсінеді. Бірақ қазірге бола береді, өйткені қазақтар қазір дым білмейді. Оның бәрін істей бересіз, өйткені оны ешкім түсінбейді. Сол ма? Онда қуанамыз ба осы сөзге? Мен ол ырым тиымдардың бәрін қайттан ойлап табайық деп жатқан жоқпын. Жоқ. Халқымызда дәстүр деген осындай түйіндерден келді. Біздің қазаққа, дінімізге де, байымызға да, мысалы байды жамандағаны сонша, мына советтер бар ғой, бай, жағдайы ауқатты адамдардың бәрін бізге сондай сараң, шығайбай, жаман қып көрсетіп қойған. Бірақ енді алыңызшы, Қазақстандағы мешіттің бәрін кім салып жатыр? Кәсіпкер жігіттер салып жатыр. Жағдайы төмен адамдар асарлатады, үйтеді. Негізгі нәрсе сол әл ауқаты бар қазақтың ұл қыздарынікі. Медреселерге кім қарасып жатыр? Жетім жесірлерге кім қарасып жатыр? Сол бай, сол әл ауқаты бар азаматтар біздің қазақтың баяғыда қам қайғысын да солар ойлаған. Сол байлар ойлаған.
Сол үшін олар бір ауылды алып келеді да қысқа жақын малының бәрін түсіріп, қыстан шығамайдау деген адамға сауын, сиыр, мал, пал беріп қояды. Сөйтіп айтады, мынаны ананың лағын сойып же, өзі қалсын, басы қалсын. Ананы сүтін сау, басы қалсын деп, қыстан өзі бір жағым өзінің малына адам қасқыр жемей қарап отырады. Екіншіден анаған тамақ болатын қып қояды. Заманауи қазіргі тілмен айтқанда win-win ережесі. Сен жеңсең, мен де жеңем дегені. Қазақтың байларының біреуі Абай, біреуі Құнанбай. Қазақтың жігіттері Меккеге барған, Мединаға барған, сапарлап барған қазақтар далада қалмасын деп 5 қонақ үй тұрғызған. Қазір біреуі де жоқ ол қонақ үйдің, орындары ғана қалды. Оның орнында ғимараттар, басқалар салынып кетті. 5 жігіт, енді әрқайсысы біреу емес, 3-4 адам бірігіп, арабтардан жер сатып алып, осыған келген қазақтар қиналмасын деп қонақ үй тұрғызған. Ол да бай бақуат адамдардық. Қазақтың кезіндегі мектептерін ашқан, газетін шығарған да солар. Оян қазақ газетін шығарғанда бай бақуат адамдар, олар кедей-кепшіктің малынан табылған жоқ ол нәрсе. Ал бірақ бізге байды жамандады. Молданы жамандады. Дін деген апиын, молда деген жаман. Неге ол сені апиынды адастырушы зат? Арамза молда, аңқау елге арамза молда, тағы не дейді, бір нәрсе айт, молданың жаман әйтеуір. А бірақ біздің қазақтың зиялыларының бәрі молдадан тәлім алып шықты. Қай биікті, қазақтың қай тауын көрсетіңіз, Абай ма, Шәкәрім ба, Мәшһүр ма, қайсын, қай тауды көрсетіңіз, міндетті түрде молдадан сабақ алды. Құдайын таныды. Сол молдаларды Сібірге айдап өлтірді. Неге өлтірді? Бізге сол қызылдар жақтасып бізге жан ашығаннан өлтірді дейсіз ба? Жоқ, көзіміз ашылмасын деп өлтірді. Байларымызды неге құртты? Бізге мұқтаж болсын деп құртты. Еліне жанашыры жоқ болсын деп құртты. Зиялыларымызды атты. Көзі ашық, елге сөз айтатын адам қалмасын деп құртты. Кілең тобыр болсын деді. Және соны жасады. Біз соған сендік. Соларды халық жауы дедік. Соларды байғұлақ дедік. Есесіне не алдық? Тарихымыз жоқ, тіліміз шұбар, дініміз жоқ, ешкім емес болып қалдық. Ал енді ел болам десеңіз, соның бәрі керек бізге бірақ. Бізге тарихымыз да керек, бізге еліміздің амандығы мен байлығы керек, бізге дініміз керек, бізге тіліміз керек. Онсыз біздің ертеңіміз болмайды. Сондықтан дәстүр, біздің қазақтың дәстүрі біреулер біртүрлі қарайтын шығар. Мен не екенін айтайын ба? Міне, шілдехана дейді. Шіл деген сөз парсының 40 деген сөзінен шығады. Баланы 40-нан шығару дейді. Ол пайғамбарымыздың хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бала 7 күнде, 14 күн, 21 күнге келген кезінде оның шашын майдалап алып шомылдыр дейді. Сөйтіп майдалап шашын ал дейді. Сол шашының салмағындай, сол шашты ақиқа деп айтады. Сол шаштың салмағындай алтын садақа қыл дейді. Сол кезде құлағынан азан айт дейді. Біздің қазақ жасай ма, жасамай ма? Жасайды. Пайғамбар айтты деп жасай ма? Жоқ, дәстүр деп жасайды. Бізге діннің бәрі дәстүр болып қалды. Өйткені дін деп айтатын молданың бәрі өлтірілді де, бізді аман алып қалған осы дәстүріміз. Бізді қазақты қазақ қылып сақтап қалған, ол біздің дәстүріміз. Біздің дінімізді сақтап қалды осылай. Сол үшін дәстүр ол бөтен біреулерге емес, исі мұсылман бізге жақын ол дәстүрдің бәрі. Ол біздікі ол. Ал неге 40 деген қайда десеңіз, 21 күн дегені
шариғатта яумун уә ләйла деген күн және түн деп қазақ екеуін ажыратып айтқанда 40 болған. Бірақ қазіргілері 40 күн қылады ғой, 80 болып кетеді. Бірақ негізі 40 дегені 20 күн, 20 түн. Соның 41-сінде шашалып, жаңа мал сойып, азан айтып дегендей. Бұл дәстүрдің бәрі сүннет той, неке тойы, жаназа, осындағының барлық нәрсесінің барлығы біздің дәстүріміз, біздің дініміз. Ол жердегі ырым тыйымдардың көпшілігі діннен алынған, немесе мәдени тәрбиелер, немесе өмірлік практикалар. Мысалы, сыпырғыны тіке қойма дейді. Оның көркемсіздігі де бар, екіншіден тұмсығы майысып қалады, жарамсыз болады ол. Оны тіке қойған сайын сыпырғы жарам, құртасын оны, сен оны жатқызып қоясың. Басқа да нәрселері көп оның. Мысалы, қолыңды төбеңе қойма дейді. Оны Құранда айтқан. Кәпірлердің амалы екендігі, қолын төбеге қоюды. Қолын тарақтауды әдепсіз деп айтады. Оны біздің асыл дінімізді айтады. Пайғамбарымыздан заиф болса да хадис бар. Тәкаппар адам қолын тарақтайды деп. Бізде қазақта кесір дейді оны. Қолың тарақтама, кесірсін дейді. Бұның барлығын біз білуіміз керек болған дүние. Сол үшін сіз оны керісінше қабылдамаңыз. Алла тағала осы қауымды бізге енді мынаны үйренуге жіберді. Кешіріңіздер, мынандай ұзағынан бастағаныма, бірақ шамам жеткенше түсіндіріп айтқаным ғой, ұзағынан айналып кетті демеңіздер. Енді білгендеріңіз естеріңізге түсіріп аларсыздар, білмегендеріңізге сабақ болсын.